Бәріңе сәлем, сіздермен ғажайып әлем. Бүгінгі видеода біз жақында Индонезияда табылған көк көзді тайпа жайлы айтатын боламыз. Сіз видео басылмай жатырып арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Ал біз бастаймыз. Сіз Индонезиядағы Бутан аралындағы көк көзді тайпа жайлы естіп пе едіңіз? Естімеген болсаңыз, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. 2019 жылы геолог Корчина Пасарибу Индонезияның ауылдық жерлерінде өмірге қызығушылық танытқан. Осыдан кейін ол көптеген тайпалар мен мәдени мұраларға назар аудара бастады. Пасарибу 17 қыркүйекте Бутан аралына барып, жергілікті тұрғындарды суретке түсірген. Жергілікті тайпаның көгілдір көздері өте әдемі, олар маған шабыт берді, дейді геолог. Геолог тайпа мүшелері фотосессияға қуана қатысқанын айтты, яғни олар фотоға түсуге қарсы болмады. Олар өте қарапайым және сыпайы, суретке түсуге ұялмайды, деді. Бұл көк түсті көздер біреулерге қорқынышты болып көрінсе, кейбіреулерге әдемі болып көрінер. Тайпа мүшелерінің арасында бір көзі қоңыр, бір көзі көк түсті адамдар да бар. Мамандардың айтуынша, көгілдір көздер Варденбург синдромы деп аталатын сирек кездесетін тұқым қуалайтын аурудан туындайды. Бұл синдром есту қабілетінің төмендеуіне және шаштың, терінің және көздің түсінің өзгеруіне себеп болуы мүмкін. Бұл сондай-ақ гетерохромияны тудырады, яғни адамның көздері түрлі түсті болады. Ал достар, осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Келесіде тағы осындай пайдалы видеолар шығады. Сол үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаған болса комментарийге жақсы деп жазып кетіңіздер. Ал сау.